Сәлеметсіздер ме екінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі. Қоршаған ортаны танып білемін. Бекіту сабағы. Етістік. Ендеше 15-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан талшық алынады. Мақта құнарлы топырақты және ылғалды ұнатады. Ол суармалы жерде өсіріледі. Піскен кезде қауашағы ашылады, одан үлпілдеген ақ мақта көрінеді. Тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ дайында. Мәтін құрылымын анықта. Бұл әңгімелеу ме? Әлде сипаттау мәтіні ме? Дәлелде. Тапсырма. Тапсырма бойынша мысал. Мақта қандай өсімдік? Ар жағын жалғастырамыз. Тыңда да жауап бер. Мына сілтеме бойынша бейнежазбаны мұқият қарап шық. Мәтін дегеніміз не? Сипаттау мәтіні есіңе түсті ме? Мәтіннің тағы қандай түрлерін білесің? Келесі жаттығуымыз 16-шы жаттығу. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Сол кезде ой қаулап, бәйшеше көнеді. Жұмбақтың шешуін тауып, жұмбақтағы етістіктердің астын сыз. Етістіктер қай сөзбен байланысқан? Анықта. 17-ші жаттығу. Оқы. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Сөздіктен осы етістіктердің синонимдерін тап. Мысалы, сыйлау, құрметтеу. Ал синоним деген не? Синоним айтылуы әртүрлі, бірақ мағыналары бір-біріне жақын сөздер. Синонимдер кем дегенде екі сөзден болады. Одан да көп сөзден болуы мүмкін. Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып, көшіріп жаз. Кім інісін киіндірді? Кім өзі киінді? Дәптерге жаз. Киіндірді етістігі қай кезде қолданылады? Ал киінді етістігі ше? Өзін кішкентайларға қалай қамқорлық жасайтының туралы шағын мәтін құрастыр. 19-шы жаттығу. Сыныпта оқушылар ауаның қасиеті тақырыбында тәжірибе жүргізді. 3 майшамды жағып, үстел үстіне қойды. Оның біреуін жарты литрлік банкамен, екіншісін 2 литрлік банкамен жапты, үшіншісін ашық қалдырды. Сен қалай ойлайсың? Алдымен қай майшам сөнеді? Оның себебі неде? Ендеше үй тапсырмасы. Ауаның қасиеті тақырыбында әңгімелеу, мәтін құрап жазу. Назарларыңызға рахмет.